Бәйдібек ауданы деп жазылып тұрған ол жерде. Туған елім тірегім деп. Осындай айдалада кетіп баратырмыз. Қасқырлардың скорый помощь сияқты. Маша Медведь деген ма? Маша Бәйдібек ауданы деп тұр. Деп жазылып тұр екен. Осы жаққа қарай келдік біз. Домалақ анамыздың кесенесі. Дулат атамыздың бабушкасы. Домалақ ана жас кезінде Нұрила деп аталған. Осындай жерде жүрміз. Домалақ анамыз соңғы жылдар Ташкентте өмір сүрген екен. Содан түсіне Бәйдібек атамыз кірген екен, Қаратауға келіп тұр деген бе, сонда аян берген екен. Сонда келе жатқанда осы жерде намаз оқып жатқан кезде қайтыс болған екен. Сосын өзінің айтқаны бойынша осы жерге жерлеңдер деп айтқан екен. Солай осы жерге жерленеді екен. Нұрия бұл Бәйдібек бидің үшінші әйелі, тоқалы болған. Содан Жарықшақ деген бала туылған. Жарықшақтың баласы Дулат. Дулаттан 4 бала болған. Жаныш Сиқым, Шымыр Ботбай. Біздің ата бабаларымыз. Бір шақта келіп жатырмыз, айдала. Осындай автодомменен саяхаттап жүрміз. Міне бір жердің бір жерінде жүрміз ғой. Бірде стайды, бірде стамайды, не дәлге сөйтті. Түркістан мен Шымкенттің ортасында жүрміз әйтеуір. Ақмешіттен пещераға бара жатырмыз. Өте ыңғайлы жолдар жасап тастаған. Осылай жол. Міне мына пещера, Ақмешіт, осы жерге баруымыз керек. Каньон. Осылай біз Ақмешіт үңгіріне де жеттік. Міне осындай лестница, ыңғайлы лестница жасап қойған баспалдақ. Ішінде құстар көп, адамдар, туристер көп жүр ішінде. Мен осындай лестницамен жерге төмен түсеміз.
Іші өте салқын екен. Әрі өте кең екен. Өте кең, үлкен пещера екен. Бұл пещераға неше түрлі аңыздары көп. Соның бірі 10 мыңнан астам сарбаз осы үңгірге келіп таң намазын оқиды екен. Таң намазынан кейін күн шығады. Күн шыққанда ішіне жарық түскенде мына тастың бәрі әппақ болып көрінеді екен. Содан олар ақ мешіт деп атайық деп, ақ мешіт деп ат қойыпты дейді. Іші известь сияқты ма сондай екен. Әппақ осындай топырақтар әппақ болып көрінеді екен дейді. Астынан осылай жоғары қарағанда құдды бір қазақ үйдің түңілігіне ұқсас екен. Бұрын мына қазір біз түскен ойық, ол кейін табиғаттың әсерінен жер сілкіну әрбір жаңбыр мыналардан ойылған екен. Басқа жағынан кіреген екен бұл пещераға, үңгірге. Кейін ол да жабылып қалған екен, сол жер сілкіну сондайлардан. Сосын осы ойық пайда болған екен. Осы жақтан кіреді екен адамдар қазіргі кезде. Осылай керемет ақ мешітті де көрдік. Керемет әсер алдық. Осылай біз енді Түркістан жаққа қарай жолға шығып баратырмыз. Айнала осындай жап-жазық қойлар жүр жайылып. Керемет енді. Таза ауа, тамаша жол, енді керемет. Жол идеально ғой. Әуілдір деген жердеміз. Тоже красота. Міне районный центр. Парктер бар екен. Жаңа бір парк көрдік. Осында міне шалқыған Шәуілдір деп жазып қойыпты алдымызда. Вот такие полиция, нотариус дейді. Үйлер двухэтажные, старенькие. Ну, есть новые дома, коттеджный городоктар да бар екен. Арғы сырт жақтарында жаңа. Мына не өлі? Хал дейді. Отель какой-то. Мына халық банк дейді. Интернет хорошо ловит. Ну, районный центр ғой. Мейрамхана, міне такие старые парки. Все есть. Түркістанның қасты. Вот так стоим. И вот эта территория все наша. Утром я здесь бегать буду, да, понимаете? Бәрі жаңа үйлер. Барынға шықты. Вот мы будем гулять здесь. Будем ходить немножко. Таза уже. Бір маса жоқ, бір шыбын жоқ. Шымкентте біз жаттық қой, ол жақта бір маса, бір шыбын. Ну, шыбын бар кішкене, аз ғана 5-6. Но маса деген вообще нет. Ұйықта біз таң қалып жүрміз. Біз енді Отырар қаласына бара жатырмыз, археологиялық жеріне. Міне біз Отырар қалашығында, бұл қазба, өзі Отырар қаласы осы жерде болған. Бұрын біз келгенбіз, бірақ мынандай болған жоқ, 20 жыл бұрын келгенбіз. Қазір осындай жасап салыпты. Тарихы терең Отырар қаласында жүрміз.
Едем Туркестан. Міне вот такая дорога. Білмеймін, бірде жаман жол болған жоқ. Жолдың бәрі әдемі. Міне мынаның бәрі Түркістан сырты. Отырар жақтан шықтық. Түркістанға 46 километр, артымызда 10 километр Арыстанбаб. Отырар Арыстанбаб сол жақта. Сол керемет жерлерде жүрміз. Ата-бабаларымыздың мықты ата-бабаларымыздың жерінде жүрміз. Дұға жасадық, Құран оқыдық, садақалар беріп, солай өттік. Алла қабыл етсін. Жатқан жерлері жайлы болсын ата-бабаларымыздың. Тоже зеленый екен. Жолдың бәрінде диқан шаруашылық, егін егіп, жерден су шығарып, су болмаса да жер білмеймін. Сондай еңбекқор халық екен. Міне әдемі бәрі. Осындай здание. И вот такая дорога. Түркістан қаласына кірдік. Біз енді осы жақта боламыз.